Егер ертең сізге әлемнің кез келген еліне тегін саяхат ұсынса, қай елді таңдар едіңіз? Бірақ бұл видеода айтылатын елдерге бару өміріңіздегі ең қауіпті шешім болуы мүмкін. Себебі бұл мемлекеттерде соғыс, улану, табиғи апаттар немесе заңның қаталдығы адам өміріне үлкен қауіп төндіреді. Соңына дейін қараңыз, соңғы ел туралы білгенде сіздің ойыңыз өзгереді. Ең бірінші каналға тіркеліп кетіп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ең соңғы 10-шы орын – Солтүстік Корея. Көп туристер бұл елді көруді армандайды, бірақ Солтүстік Корея әрбір қадамыңызды бақылауда ұстайды. Суретке түсірсеңіз де, бір сөз қате айтсаңыз да түрмеге түсуіңіз мүмкін. Бұл әлемдегі ең жабық және ең қауіпті елдердің бірі. 9-шы орында Гаити. Табиғаты әдемі болғанымен, Гаити жиі жер сілкінісі мен дауылдан зардап шегетін ел. Соңғы 10 жылда ондаған мың адам табиғи апаттан қаза тапқан, ал қазір ол жерде тұрақсыздық пен қылмыс деңгейі өте жоғары. Ал 8-ші орында Сомали. Бұл ел теңіз қарақшыларының орталығы, туристер үшін ең қауіпті бағыттардың бірі. Үкімет әлсіз, ал кей аймақтарда тіпті заң жұмыс істемейді. 7-ші орын Ауғанстан. Соғыс пен терроризм елдің көп бөлігін қауіпті аймаққа айналдырған, шетелдіктерге кіру үлкен тәуекел ету. Көптеген мемлекеттер өз азаматтарына Ауғанстанға баруға қатаң тыйым салады. 6-шы орында Чернобыль аймағы, Украина. Радиация деңгейі әлі де жоғары. Кейбір жерлерде кіру ресми түрде тыйым салынған, ал түнде сол маңда жүрген адамдардың видеолары әлі де сұмдық көріністер көрсетеді. 5-ші орында Венесуэла. Әдемі табиғат пен жағажайларына қарамастан, елде жұмыссыздық, қылмыс және экономикалық дағдарыс, туристерге жиі шабуыл жасалынып, тонап кету жағдайлары көптеп тіркеліп жатады. 4-ші орында Ирак. Соғыстар мен лаңкестік шабуылдар бұл елді туристер үшін қауіпті етеді. Көптеген елдер өз азаматтарына Иракқа бармауға кеңес береді. 3-ші орында Австралияның кей аймақтары. Таңғалдыңыз ба? Австралия әдемі ел, бірақ онда әлемдегі ең улы жәндіктер мен жыландар бар. Кейбір аймақтарда адам үшін өмір сүру мүмкін емес. Бұл уыз құмның астында өлім жатуы мүмкін. 2-ші орын Антарктида. Мұнда температура -80 градусқа дейін төмендейді. Бір рет адасаңыз, қайтып жол таппайсыз. Туристік экспедициялар тек мамандармен бірге және қатаң ережемен ғана өтеді. Ал ең соңғы өзіміз барлығымыз күтіп тұрған 1-ші орында Сентинель аралы, Үнді мұхиты. Бұл аралда әлемнен толық оқшауланған тайпа тұрады. Олар ешкіммен байланыс жасамайды және бөтен адамды көрсе бірден шабуылдайды. Үнді үкіметі бұл аралға баруға ресми түрде тыйым салған. Бұл әлемдегі ең жабық және ең қауіпті жер. Әлемде таңғажайып жерлер көп, бірақ олардың бәрі қауіпсіз емес. Егер өмірді тәуекелге тіккің келмесе, осы елдерден аулақ болғаның жөн. Ал енді айтшы, сен қандай елге баруға қорқар едің? Комментарийға жаза отырыңыз. Лайк басып жазылып қой. Келесі видео жер бетінде өмір сүруге болмайтын 10 орын туралы болады.